Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. Ежелгі адамдар негізінен жабайы табиғаттан тамақ тауып күн көрген. Олар аң аулаған, балық ұстап, жеміс-жидек жеген. Жеміс-жидек, жаңғақ сияқты өсімдіктерді жинақтаған. Бұл олар үшін ең қауіпсіз және тез табылатын азық. Аң аулау үшін олар қол құралдар мен тас құралдар қолданған. Мысалы, найза, тас пышақ, ауқымды ағаш таяқ. Су жануарларын ұстау үшін балық аулайтын құралдар жасап, өзендер мен көлдерді пайдаланған. Тамақты тауып жеген кезде олар топ болып әрекет еткен, бірге аңға шыққан немесе жеміс жинаған. Қауіпсіздікті арттырған. Найзағай табиғаттағы құбылыс, ол электр энергиясын шығарады, және көбінесе жаңбырмен бірге болады. Ежелгі адамдар найзағайды көргенде оттың қалай пайда болатынын байқаған болуы мүмкін. Найзағай ағаштарды немесе шөпті тұтатып от туғызған. Сол арқылы адамдар отты пайдалану тәсілін біртіндеп үйренген. Тамақты пісіру, жылыны пайдалану. Бірақ найзағайдан шыққан от қауіпті болған, сондықтан адамдар оны күзетіп бақылауға үйренген. Табиғаттағы бұл құбылыс адамзаттың отты түсіну және пайдалану тарихындағы маңызды сәт болып есептеледі. Адамдар отты пайдалануды үйренгенде, олардың өмірі жеңілдей түсті. От мынадай мүмкіндіктер берді. Жылыну суықтан қорғануға көмектесті, жарық түнде көруге мүмкіндік берді, жабайы аңдардан қорғану қауіпсіздік артты, тамақ пісіру, тағам дәмді жұмсақ болды, ыдыс жасау, сазбалшықты күйдіріп, берік ыдыстар жасады, от тұтатудың алғашқы әдістері. Тасты бір-біріне соғып, ұшқын шығару, ағаштарды үйкеп, қыздыру арқылы от жағу. Суретте ежелгі адамдардың отты қалай пайдаланғаны көрсетілген. Олар тастарды бір-біріне соғып, ұшқын шығару арқылы от тұтатқан. Сондай-ақ ағаштарды үйкеп, от шығаруды үйренген. Оттың көмегімен адамдар тамақ пісірген. От оларға жылу беріп, жарық түсірген. Сонымен қатар, от жабайы аңдардан қорғануға көмектескен. Бұл құрал, садақ пен жебе, ежелгі адамдардың тамақтануына үлкен әсер етті. Ол аңды алыстан атуға мүмкіндік берді. Соның арқасында адамдар азықты оңай әрі көп таба бастады. Аңшылық тиімді болды. Нәтижесінде адамдар аш қалмай, тұрақты тамақтан алды. Суретте ежелгі адам садақ пен жебені пайдаланып аң аулап тұр. Бұл құрал аңды алыстан дәл атуға мүмкіндік берді. Соның арқасында адамдар тағамды көбірек және оңай таба бастады. Олар тек аң етін ғана емес, құстарды да аулаған. Сонымен қатар адамдар жеміс-жидек, тамыр, түйнек жинап қоректенген. Адамдар не үшін жаңа нәрселер ойлап тапты? Қандай өзгеріс әкелді? Адамдар өмірін жеңілдету және тіршілік ету үшін жаңа нәрселер ойлап тапты. Аң аулау, қорғану, тамақ табу жеңілдеді. Өмірі қауіпсіз әрі ыңғайлы болды. Азық көбейді, уақыт үнемделді. 2. Тамақтану түрі қалай өзгерді? Қандай тәсілдер пайда болды? Бұрын адамдар тек дайын өнімдерді, жеміс, тамыр жеді. Кейін аң аулап ет жей бастады. Отты пайдаланған соң тамақты пісіру пайда болды. Тәсілдері: отқа қақтау, қайнату, ыдыс арқылы күйдіру. Ежелгі адамдардың тамақ мәзірі: аң еті, бұғы, киік, қоян, құс еті, балық, жеміс-жидектер, жидек, алмат, тамыр, түйнектер, жуа, сәбізге ұқсас өсімдіктер. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа.